Түркістан облыс орталығы болғалы халық саны 165.400 адамнан 220 мыңға өсіп, аумағы 19.600 гектардан 22.400 гектарға ұлғайған. Құрылыс саласында да ауқымды жобалар іске асырылып жатыр. 2020 жылдан бері әкімшілік іскерлік орталықта 89 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы аяқталып, 5649 пәтер тұрғындарға табысталды. Ал биыл 3000-нан астам пәтер пайдалануға берілмек. Шаһар халқының өмір сүруі үшін қолайлы жағдайлар жасалуда, облыс орталығының 98% көгілдір отынмен қамтылған. 21 жылдың қаңтарына дейін толыққанды газбен қамтамасыз етудегі біз агрессиямызбен қамтамасыз етілген 51 мың абонентке толық жетеді. Бүгінгі таңда 42 мың абонент болатын болса, пайдалануда соның 41.127-сі қамтамасыз етілді. Толық 98%-ді құрайды. Үш ауысымды және апатты мектептерді жою мақсатында облыс орталығында алдағы 3 жылда жайлы мектеп пилоттық жобасы аясында 7 мектеп бой көтереді. Сондай-ақ қала тұрғындарын тіршілік нәрмен қамту жұмыстары да қарқынды жүріп жатыр. Қаламыз Біресек және Мырғалымсай су көздерінен ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Бұл бағытта бізде шоманақ 4 дана резервуарымыз бар, 40-нан аса, 40 мың кубтық. Сонымен бірге Майлин көшесіндегі 16 мың кубтық, әкімшілік іскерлік орталығында 16 мың кубтық. Сонымен бірге Түркістан су мекемесімен және Арыс темір жол су мекемесінде ұңғымаларымыздан су көздерін алынады. Қазіргі таңда қала 100% ауыз сумен қамтамасыз етілген.